Бүгінгі видеода двухстволкамен тек қана басқа ату әдісінің өте оңай жолын көрсететін боламын. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Қанатқа тиынды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме. Жалпы осы видеоның демеушісі бір хабет. Ол жерде жоғары коэффициент және де бәрі ыңғайлы әрі түсінікті. Комментарияда закрепте сілтемесі болады. Барлық ақпарат сол жерде, бәрін түсінесіздер. Ендеше видеомызды жалғастырайық. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ералы. Бүгінгі видеода жалпы өте қарапайым тілмен түсіндіретін боламын. Бұл жерде андай-мындай жүктеу керек, DPI-ді өзгерту керек, телефонның настройкасын өзгерт деп, кнопканы өзгерт анау-мынау деп ондай ештеңе айтпаймын. Тек қана қысқаша түрде түсіндіріп өтемін. Өте қарапайым, өте оңай әдісі бар. Бұл әдіспен сіздер міндетті түрде ерте ме кеш пе басқа атуды үйренетін боласыздар. Тек қана басқа атып, кәдімгідей атушы ойнайтын боласыздар. Және де достар, аулок туралы видеоның соңында айтатын боламын. Міндетті түрде бұл двухстволка туралы мен неге шығарып отырмын? Өйткені көбінесе мен комментарияларды оқимын. Мен барлық комментарияны оқимын. Сол кезде двухстволкамен қалай басқа атуға болады, оңай тәсілін көрсетіңізші деп жазған болатын. Мінекей, жазған адамның өтініші орындалды десе де болады. Ендеше жай-жайдан түсіндіре берейін. Айтпақшы достар, сіздерге рекомедия арнасын ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде сіздер өте күлкілі контенттер көре аласыздар, және де менен келген 5 адамға 100 алмадан салып беремін дейді. Сондықтан да кадрден барып комментарияға менен келдім деп жазып кетсеңіздер болады. Іске сәт. Сілтемесі описанияда болады. Бұл жерде біз не байқадық? Біріншіден, мен джойстикке тиіспеймін, қанша жүгірсем де джойстикке тиіспеймін. Жүгіріп бара жатамын да джойстикке мүлдем тиіспей атып қаламын. Достар, сіздер де тура солай істей аласыздар. Өте қарапайым, өте оңай әдіс. Ататын кезде джойстикке тиіспеңіздер. Сол кезде міндетті түрде басқа ататын боласыздар. Мен мысалы мінекей жүгіріп келіп бара жатырмын. Ататын кезде джойстиктен саусағымды, қолымды алып қаламын. Сіздер де тура солай саусақтарыңызды алып қалыңдар. Одан кейін әрине оттяжка басқа бересіздер. Кнопка огняны үстіге жоғары, яғни көтеріп қаласыздар. Болды достар, бар сиқыр осы. Атып қалған кезде мылтықты ауыстырсаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер, мен мылтықты ауыстырып қаламын. Сол кезде кәдімгідей әдемі кеткен сияқты болады басқа достар. Әдемілік үшін осылай атуға болады. Тағы да айтамын, жүгіріп бара жатқан кезде оттяжка беріп қаласыздар. Джойстикке мүлдем тиіспейсіздер. Джойстик бос тұрады. Тек қана жүгіру мәзірі қосылып тұрады. Сол кезде атып қаласыздар. Болды достар, бар сиқыр осы. Барлық жерде достар тура осылай ататын кезде джойстик бос болу керек. Сол кезде достар сіздерде өте оңай басқа ататын болады. Алдыңғы видеоларда аулок ойнатқан болатымын. Конкурсқа 155 адам қатысты. Репост бойынша 155 адам ғана қатысты. Жеңімпаз Лияна, құтты болсын. Аулокты міндетті түрде жіберетін боламын. Кім ұтқан жоқ, келесі жолы міндетті түрде ұтатын боласыздар. Әрине. Алдыңғы видеода әр апта сайын аулок ойнатам деп айтқан болатымын. Енді әр 10 күн сайын аулок ойнатып тұратын боламын. Кімнің тағы да аулок ұтқысы келеді, онда шарттарын тыңда. Міндетті түрде тіркеліп, репост жасау, лайк басу. Болды достар, мен репост бойынша таңдайтын боламын. Оны мен емес, әрине басқа біреу емес, оны рандомайзер, яғни робот репост арқылы таңдайтын болады. ВК парақшамды қалай табамын десеңіздер, видеоның астында сілтемесі тұрады. Кәдімгідей ВК парақша деп жазылып тұрады. Ендеше достар, барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен болған мен Ералы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.